Так, қайырлы таң достар, қалайсыздар? Бүгінгі эфир кімге пайдалы болады? Кімде реніш бар? Энергия жетпей жатыр. Жаңа нәрсе бастағым келеді. Өкініш, реніш, сезімдер, қарым-қатынас, солар жібермей жатыр деген кісілерге пайдалы болады эфир. Егер бар болса бар деп жазыңыздар, кімде осындай нәрсе жетіспей жатыр. Энергия, реніш кетпей жатыр, қабылдау, элементарно мысалы ата-анамызға байланысты ше. Қазір мысалы көп кісілерде негізі ата-анаға реніш жоқ дейді, бірақ түбінде ата-ананың қабылдамау бар да. Ол сол біздің нәрсе өмірімізге тікелей әсер етеді. Сондай нәрсе бар болса бар деп жазыңыздар. Сол кісілерге пайдалы болады. Именно сосын өткен шақтағы мәселелер, кез келген любой өткен шақтағы кез келген нәрсені жібере алмай жатқан кісілерге тоже пайдалы болады. И прям эфирдің барысында, Құдай қаласа, сізде уже жеңілдік болады, практикалар жасалады. И соңында, Құдай қаласа, тегін сыйлықтар бар. Соңына шейін отырған кісілерге. Сол үшін кімде бар осындай нәрселер? Қалып кеткен сезімдер, реніштер, қабылдамау, не үшін былай болып жатыр? Энергия жоқ, уже жыл бітіп жатыр, например. Іште өкініш, кінәлі сезім деген секілді ше. Кімде бар деп жазсаңыздар болады сол. Прям соны қазір Құдай қаласа эфирдің барысында жібереміз. Онымен жүре беру, ол тікелей осы энергияны жеп қоятын нәрсе. Сол жүре беру, сақтап жүре беру, күту, осылай болатын шығар, уақыт өзгертетін шығар деген секілді нәрсенің бәрі ше. Біздің просто өзіміздің уақытымызды, энергиямызды жеп қойып отырық та. Солай жүре беріп. Сондықтан сондай нәрселер бар болса бар деп жазыңыздар. Жалпы қараңыздар, энергияны жейтін нәрсе не осы? Үш нәрсе негізі энергияны жейді. Бұл ең бірінші жаңағы нелер, реніштер, например. 80% мәселе осы содан басталады. Қазір мысалға не үшін ауру көп адамдарда? Себебі осы экология, тамақтан бұрын негізі адамдардың жан дүние қарайып кеткен ғой. Негатив толып қалған, бәрінде мынау мида ақпарат көп, бәрі білгіш, бәрі білет, бірақ жасамайды. Сондай да. Сол үшін сол нәрсенің бәрін не істеу керек? Мойындау керек, ең бірінші мойындау керек, содан кейін барып сонымен жұмыс жасау керек. Өзіміз үшін, біреу үшін емес. И оны күтудің де қажет жоқ, сразу айтайын. Типа уақыт емші ғой деген секілді нәрсе ше. Уақыт емші, бірақ егер сонымен жұмыс жасалатын болса. Жоқ, наоборот, типа уақыт емші ғой, әйтеуір көреміз ғой бұйырғанын деп жүре беретін болсаңыз, ол деген нәрсе түбі мысалы андай нелер бар ғой, көгерген жерлер болады, мысалы үйдің бұрышы, болмаса нан, болмаса нелер, фруктылар көгереді ғой. Сол көгерген нәрсе уақыт келе ол көгергені қайтпайды ғой, наоборот ұлғая береді, көбейе береді, дұрыс па? Бізде де дәл сондай. Бізде мысалы уақыт емші ғой деп жүре береміз. Мейлі қойшы, соны қатты есімде емес, қатты мән бермеймін дейміз да, бірақ ол миымызда тұр ол нәрсе. Миымызда тұр, соны пока кетіргенше ана нәрсе ол бізді не істей береді, өмірімізде тікелей әсерін білдіреді. Сол үшін сол көгерген нәрсені кетіру керек, болмаса ол көгеріп кете береді, көбейе береді, просто болды. Сол үшін кімде бар деген кісілер жазыңыздар. Менде бар осы айтылмаған сезім қалып кетіп еді, осы ата-анама байланысты бар еді, соны шығара алмадым, мен түсінбейді деген секілді. Қарым-қатынасқа байланысты. Алейкумассалам. Әлімгер красавчик, актер жігіт. Шүкір, өзің қалайсың? Сол сезімдер, сосын реніштер, осы жерде өкініштер, например, былай істеу керек еді, неге істемедім, неге айтпадым деген секілді. Кінәлі сезімдер, например, өкініш, кінәлі сезім. Адам соның бәрін іште өзін жеп отыра береді да. Бар ма сондай нәрсе? Бар болса бар деп жазыңыздар.
қазір соны құдай қаласа сонымен жұмыс жасаймыз. Мадиярова дейді. Рахмет, Мадиярова. Вот соны жіберу өте маңызды өзіміз үшін. Мысалға қараңыздар, уже жылдың бітуі аяқталып жатыр, дұрыс па? Уже январь, декабрь. Мысал қойылған мақсаттар бар. Қойылған мақсаттар бар. Есінде энергия жоқ. Бірге көтерейін деп отырып қойын соны. Бұры. Сол қойылған мақсаттар бар. Ол, мысалы, келесі жылға өтетін кезінде уже не істейміз? Ана іштей не істей бастаймыз. Жей бастаймыз. Соны істеу керек, істей алмадым деген сияқты. Ол нәрсе менде де болған, мысалы. Анау адамда уже нақты соған байланысты білімдер болмаса, босатпаса, өткен шақтағы мәселелерше, ол уже адам просто келесі жылға, например, уже өкінішпен кіреді. Қалың жасағанына пайда жоқ, істей алмаймын деген секілді. Көп жағдай негізі мәселе кәсіпте емес, қарым-қатынаста емес, ақшада емес. Біз просто соған деген ойымызда негізі көп жағдайда. Сенімсіздіктен. Оны бәрібір жасай алмаймын ғой, бәрібір оны тастап қоямын ғой деген секілді нәрселерше. Вот сол тікелей ана нәрсені жасамауға апарады. Вроде адамда білім бар, сенімділік бар, мысалға да. Бірақ ананы жасамайды. Не үшін? Түбі по-любому жасай алмаймын ғой. Ол болмай қалса ше деген секілді ойлардың өзі уже сізді жасатқызбайды. Содан кейін барып адам жаңағыдай жүре береді. Мысалы, мен 8 жыл жұмыс жасадым, бір жыл жұмыста. Алейкумассалам. Вот сол қазір соған байланысты не істеп жатыр? Ашып жатыр. Энергияны жеп қоятын не нәрселер. Бірінші энергияны көтеруден бұрын бірінші қайқа кетіп жатыр, соны тоқтату керек. Көп жағдайда ол өткен шаққа кетіп қалады. Себебі адамда бізде өткен шақ, қазіргі сәт және болашақ, дұрыс па? Біз қазір нені ойлаймыз? Энергияны көтеруді ойлаймыз. Энергия көтеру ол болашақ. Бірақ біз пока мына өткен шақты реттемейінше, өткен шақты жібермейінше, бұл нәрсе ұстап алады ғой бізді. Болашаққа қарай жібермейді. Әрекет жасайсыз, болашаққа қарай, бірақ оны сіз ұстап алады да болды. Жібермейді. Сол үшін өткен шақтағы мәселе қазір не істейміз? Осы жерде эфирдің барысында жасаймыз, құдай қаласа, практикалар. Өткен шақтағы не? Кімде өкініш бар, реніш бар, қорқыныш бар, кінәлі сезім бар. Неге байланысты? Ойға байланысты, қарым-қатынасқа байланысты. Болмаса, например, бір нәрсе бастағым келеді, бірақ бастай алмай жатырмын. Қарым-қатынасқа реніші бар, өкініші бар кісілер жүректі қойып қойсаңыздар болады. Жаңа неге бір нәрсе бастағым келеді, бастай алмай жүрмін деген кісілер, молния бар ғой, молния. Вот соны қойсаңыздар болады. Уже тезірек анықтау үшін да. Өзімді таба алмай жүрмін. Мен де таба алмай жүргем өзімді. Сол үшін бірінші қазір соны не істейміз? Өткен шақты реттейміз, құдай қаласа. Себебі қараңыздар, не үшін біз өзіміз таба алмаймыз? Не үшін, мысалы, сенбейміз? Не үшін бастай алмаймыз бір нәрсені? Себебі жаңа өткен шақ дедік қой. Өткен шақта бізде, мысалы, сен бір нәрсе жасадың, сен ешкім қолдамады, например. Наоборот, сен қолдаудың орнына сен алдыда төмендетіп жіберді. Сен кінәлап жіберді. Жасамай қойшы, тастай салшы депті, например. Вот содан кейін барып адамда уже не басылып қалады, мысы басылып қалады. Мысы басылып қалғаннан кейін барып уже келесі нелер қадамды жасау қиындау болып қалады. Тіркелмеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Вот жазыңыздар, кімде реніш бар, кімде қорқыныш бар, кімде өкініш бар, кінәлі сезім бар. Осы айтылған нәрселер, бай адамдар бар ғой, бұлар жоқ. Бұларды уже реттеп қойған олар. Кінәлі сезім, реніш, өкініш, қорқыныш. Осы сезімдер бар ма? Бұл сезімдер сізді бір нәрсе бастауға, жасауға, ол маңызды емес, денсаулыққа байланысты, қарым-қатынасқа байланысты, ақшаға байланысты. Әрдайым кедергі, аяғыңыз бет ұстап алады, қимылдатпайды ол нәрселер.
Оны өзімнен айтамын. Ең бірінші ол маңыздысы ол сенім ғой, сенім. Егер іштей өзіңізге сенім болмаса, бәрі далбаса. Мысалы, менде де айтып отырмын ғой, 8 жыл жұмыс жасадым деп ше, например. Маған жұмыс ұнамайтын тұғын, айлық ұнамайтын тұғын. Бірақ сенім болатын тұғын да, білмеймін әйтеуір. Құдай қаласа бір нәрсе жасаймын деген сияқты, бірақ әрекет болатын тұғын. Әрекет, постоянно білім аламын, курстарды оқимын. Кітап көп оқымасам да, бірақ курстарды жатып алып, подкасттар тыңдай беретін тұғын. Именно өзімді дамыту бойынша. Негізі ол фундамент қой. Мысалы, біз өзімізді дамытып алсақ, біз де өзімізді рухани өзімізді шыңдап алсақ, сол кезінде любой келеді проблемалар. Уже анаған қатты не істемейсіз. Қатты жаңағыдай кетіп қалмайсыз, короче. Басы ұшып кетпейді. Кез келген жағдай болсын. Қарым-қатынасқа байланысты, денсаулыққа байланысты, ақшаға байланысты. Себебі жетістік деген нәрсе ол әрдайым бір проблемамен кеп тұрады. Біз бәріміз қалаймыз нені? Проблемасыз өмір сүргенді, дұрыс па? Денсаулықта, қарым-қатынаста, ақшада. Проблемасы өтер бүйтіп шешіп кете берген бәріміз қалаймыз, дұрыс па? Бар ма ондай? Бар болса бар деп жазыңыздар. Кім қаламайды? Ешкім қаламайды проблеманы, дұрыс па? Ешкім қаламайды. Бәрі ровно жүрсе, например, кәсіп жасап алып, сосын барып пассивный доходқа шығып кетсек, например, да, дұрыс па? Бәріміздің арманымыз осы ол. Бірақ ондай, өкінішке орай, ондай болмайды да. Енді біз былай ғой, қараңыздар. Проблемаға деген көзқарасты өзгерту керек та. Проблемаға деген көзқарасты қалай өзгертеміз? Қашан біз өзімізді тұлға ретінде қалыптастырған кезімізде. Сол кезінде барып біз проблемаға деген көзқарасымыз өзгереді. Вот махаббатқа, Енді қараңыздар, не үшін бұл жағдайлар басымызға келіп жатыр? Денсаулыққа байланысты, қарым-қатынасқа байланысты, ақшаға байланысты проблема. Мысалы, біз әрдайым бүйтіп өсе беретін болсақ, лестница деп елестетіңіздер да. Лестница, біз міне береміз, мініп жатырық. И проблема келді, сәл түсіп қалдық. Егер біз ары қарай мініп кете беретін болсақ, жестко құлаймыз да просто. Сол үшін Алла тағала не істеп тұр, бізді мініп келе жатқан кезде сәл демалып ал, ойланып ал, келесі қадамыңды ойлан деп жатыр да. Сол кезде сәл проблема келіп қалады. Проблема келген кезде соны реттеп, келесінде уже жақсы шығамыз да. Тұлға, қараңыздар, қалай тұлға? Біз қазір адамдарда мынандай ғой, біз біреуді өзгерткіміз келеді, жағдайымызды жақсартқымыз келеді, бірақ өзімізді танымаймыз. Дұрыс па? Пока біз өзімізді танымайынша, бір нәрсе өзгерту қиын. Барлық нәрсе өзімізден басталады ғой. Маңызды емес, сіз қандай жағдайда жүрсіз? Отбасылық па, бойдақтық па, жұмыс па, кәсіп па, маңызды емес. Разница жоқ. Сол үшін давайте қазір не жасайық? Практика жасайық, именно өткен шаққа байланысты қазір жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Просто менің артынан еріп отырыңыздар, өзім айтып отырамын, не істеу керек екен. Айттық қой, кімде реніш бар, өкініш бар, айтылмаған сезімдер бар, кінәлі сезім бар. Вот қазір соны Құдай қаласа эфирдің барысында жібересіздер. Сол үшін қазір мұрындарыңызбен терең дем алыңыздар да. Дем шығарған кезде көздеріңізді жұмыңыздар. Сөйтіп, соңғы оқиға, реніш болсын, кінәлі сезім, өзіңізді именно ақымақ, бейшара, әлсіз, керексіз, жарамсыз сезінген сәтке барыңыз да, өткен шақтағы. Сөйтіп, сол жердегі айтылмаған сезімдерді шығарыңыз. Айтылмаған, жасай алмаған.
адам болсын, жағдай болсын, вот сол жерде шығарылмаған сезімдерді шығарыңыздар. Соны шығарып жатқан кезде уже әркімде әртүрлі. Біреулерде тамақта, біреулерде кеудеде, біреулерде асқазанда, іште ыңғайсыз сезім пайда болады. Деп айқайласа да болады, егер айқайлай алсаңыз. Просто сол жағдайға барып, қандай жағдай жібере алмай жатсыз, соған барып шығарып, айтылмайған нәрсені айтып, жасай алмайған нәрсені жасап шығарғаннан кейін тамақта, кеудеде, асқазанда бір ыңғайсыз сезім босайды уже адамда ше. Маңыз соны жіберу керек. Соны шығарғаннан кейін барып қайта мұрындарыңызды терең дем алыңыздар да. Дем шығарған кезде көздеріңізді ашыңыздар. Енді қазір кейбір кісілерде мынандай пустота пайда болды да. Тамақта комок тұрғандай ұстап қала берді. Соны шығару керек. Жағдайға бардыңыз, жағдайға барған кезде ыңғайсыз сезім пайда болды тамақта. Значит, сізде Айзере. И сол оқиғаға барған кезде соны айттыңыз, болмаса жасадыңыз. Тамақта болса, значит, бір нәрсе айта алмай қаласыз ғой. Вот соны шығарғаннан кейін барып сәл босау керек. Рахмет, Шымкент. И қазір енді болашаққа байланысты жасаймыз. Кім жасай алды? Біреумен жекпе-жекте тұра алмай қысып қалдым да, соны шығару керек еді, қазір елудемін дейді. Комментатор, жаңа шығармадыңыз ба соны? Вот маңызды емес жасыңыз нешеде, 70-те болсын. Біз бәріміз сыртымыз өзгере береді да, бірақ ішіміз сол күйі қалып қалады ғой. Әркімде әртүрлі жаста. Біреулерде 5 жас, біреулерде 10 жас, біреуде 15, 20 деген сияқты. Әркімде әртүрлі жаста сезімдер қалып қалады да. Вот сол сезімді біз өмір бақи арқалап жүре береміз. И сол нәрсе осы денені ауыртпашылық мынандай бір. Жаңа мысалы айтып Айзере айтып жатыр, тамағымда мынандай бір түйін, комок пайда болды деп. Біреуде кеудеде, біреуде асқазанда, например. И ол нәрсе ол дәрімен, медицинамен кетпейді ол. Ол қалып қалған сезімдер да. Мына жерде жалпы адамда мынандай не болады, блуждающий нерв деген болады, нерв. Тамақтан асқазанға шейін бүйтіп айналып тұрады да. И адам жаңағы бір негативті жағдай кезінде соны ұстап қалады ғой, сезім шықпай қалды. Мысалға, біреу сізге келіп бір нәрсені айтты, сіз жоқ деп айта алмай қалдыңыз, ішіңізге жұттыңыз, жұтқаннан кейін барып, ана нәрсе бүйтіп тамағыңызда тұрып қалды да, например. И ол сөйтіп, оны пока шығармайынша ол айналып жүре береді осы жерде. Тамақтан кеудеге, кеудеден асқазанға өтіп, бүйтіп жүре береді. Шүкір, өзіңіз қалайсыз. Соны шығарғаннан кейін бар, ол чисто осы практикалар, терапия арқылы ғана шығады бұл нәрселер, сезімдер ше. Сол талай кісілер келген, кеудем тамақта асқазан тексерем дейді. Бір комок тұрған сияқты болады дейді. Бірақ УЗИда бәрі жақсы, көрінбейді, таза дейді. Сондай да ол. Сол нәрсе чисто сол арқылы ғана шығады. Кім жасай алды? Жаңа нәрсе. Жасай алған кісілер бар ма? Енді қазір болашаққа байланысты жасаймыз, құдай қаласа. Сосын соңында 3 адамға не болады? Подарок болады. 3 адамға ғана. Жасай алған кісілер бар ма? Жаңа өткен шаққа байланысты. Кім шығара алды? Кім шығара алмай қалды? Кім түсінді? Кім түсінбеді? Деген секілді. Жасай алған кісілерде мына жерде не пайда болады? Жеңілдік ше. Жеңілдік пайда болады. Кеуде бір босап кеткендей болады. Мысалы Айзере жасай алса, мысалы тамағы босайды. Тіркелмеңіздер, тіркеліп алыңыздар.
Сәлеметсіз бе? Біз уже өткен шаққа байланысты жасап қойдық. Жасай алды ма? Кім жасай алды? Жасай алмасаңыздар тағы да жасайық онда. Бәріңіз тіркеліңіздер, давайте. Кім жасай алды? Жасай алмаса, қайтадан жасайық онда. Тағы жасайық. Тағы жасаймыз ба? Болды. Ешкім жасамапты практически. Гүзел жасапты. Гүзел қалай болды? Қазір соны жасай алған кісілерде жеңілдік пайда болады. Себебі біз өткен шақтағы бәрін арқалап жүре береміз ғой. Соны қазір жібергеннен кейін барып уже Құдай қаласа жеңілдік пайда болады. Қазір қараңыздар. Мына мысалы комментатор, сіз 3-ші класс дедіңіз ғой, сол 3-ші классқа кетіп қаласыз сразу. Әркім әртүрлі. Именно мына қараңыздар. Кім жеңіл болды дейді, машалла, гүзел. Қазір қайтадан жасаңыз, болмаса не істеңіз да, бірақ кейін жасап болғаннан кейін болашаққа байланысты жасаймыз қазір. Бірінші қазір қайталайық, потому что көбісі жасамапты ғой. Қараңыздар. Кім өзін өткен шақта определенный ситуацияға байланысты, реніш, кінәлі сезім, өкініш, айтылмаған сезімдер, қорқыныш деген бар ғой, например. Соған байланысты өзін. Бірінші бітейікші, давайте. Бірінші анықтайық. Өткен шақтағы жағдайға байланысты әркім өз несіне барсын, ойшашы. Көз жұмбай қойып, пока. Сөйтіп, мысалы, комментатор 3-ші класс, например. Сол жағдайға барған кезіңізде әркімде әртүрлі, біреуде тамақта, біреуде кеудеде, біреуде асқазанда ыңғайсыз сезім пайда болады. Реніш, өкініш, кінәлі сезім, қорқыныш деген жағдайларға байланысты. Өзін әлсіз, сорлы, бейшара, ақымақ, керексіз, жарамсыз осындай сезінген жағдайға барыңыздар. Мысалға, жүрегім ауырып кетеді дейді. Қазір давайте бүйтейік. Орындарыңызды терең дем алыңыздар. Дем шығарған кезде көздеріңізді жұмыңыздар. Өкпе қысылады, жүрек ауырады. Потому что ол біз не ғой, ми анаған максимально жібермейді. Сол үшін қазір соны жібереміз, Құдай қаласа. Мұрындарыңызды терең дем алыңыздар. Дем шығарған кезде көздеріңізді жұмыңыздар. Сөйтіп, өткен шаққа қарай барыңыздар. Өздеріңізге сорлы, бейшара, ақымақ, керексіз, жарамсыз, әлсіз сезінген сәтке байланысты барыңыздар да. Сөйтіп сол оқиғаға барыңыздар. Әркімде әртүрлі. Мысалы, комментаторда 3-ші класс па? Біреуде 10 жас, біреуде 5 жас, біреуде 20 жас. Әркімде әртүрлі. Сол жағдайға барыңыздар. Сол жағдайға барған кезіңізде ыңғайсыз сезім тамақта, кеудеде, асқазанда пайда болады. Сол сезімге назар аударыңыздар да. Сол сезімге назар аударған кезіңізде сол барған оқиғада не істегіңіз келді, или не айтқыңыз келді. Мысалы, комментатор барып, сол жерде мысалы біреу ұрды, барып ұрғыңыз келді. Ұрғыңыз келді ме, соны барып ұрасыз. Біреу мысалы сол оқиғада қашып кеткісі келді, біреу бір нәрсе айтқысы келді. Кім не жасай алмады, кім не айта алмады, соны жасаңыздар. Соны айтыңыздар. Мысалға, біреу кеп, кішкентай кезіңізде біреу кеп салыстырды сізді, например, біреумен. Или ренжітіп кетті. Арақ ішпе деген келді әкеме. Солай айтасыз. Папа, пожалуйста, ішпеңізші, мен сізді жақсы көремін ғой. Көздеріңізді жұмып соны жасайсыз, соны айтасыздар. Папаңызды сол жас кезіндегі жағдайын елестетесіздер да, сөйтіп айтасыздар. Или жасайсыздар. Мысалы, ата-анаңыз ұрсып жатыр. Сіз мына жақта кішкентай болып тұрсыз. Айтқыңыз келеді, барып тоқтатқыңыз келеді, например. Сол жағдайда барасыз да, сол оқиғада сөйтіп ана екеуін ажыратасыздар. Пожалуйста, ұрыспаңыздар. Мен өзімді кінәлі сезініп қалып жатырмын деген сияқты, например. Жоқ, қазір жоқ қой, бірақ сол оқиғада бар ғой. Сол жағдайда бар ғой. Қазірмен не істемеңіздер. Әркімге мысалы 5 жас, 10 жас, 20 жас еске келді ғой жағдайлар. Сол жағдайға барыңыздар да, киноны артқа қарай жылжытқандай. Сол оқиғада сол кездегі сол кездегі адамдардың түрлерін елестетесіздер да. Өздеріңіздің, сол адамдардың, содан кейін сол сезімді шығарасыздар, жеткізесіздер. Қалып кеткен сезімдер.
Вот Айзере, например, папам айтасыз, папаңыз ұрысты сізге көлік ұстай берме деп. Сіз пожалуйста, мен ұсағым келеді, мен өзім сөйтіп өзімді еркін сезінемін, өзімді солай андай безопасностьта сезінемін, қауіпсіздікте сезінемін, маған ұрса бермеңізші деп просто соны шығарыңыз болды. Вот соны шығарып, соны айтқаннан кейін барып мұрындарыңызбен терең дем алыңыздар да. Дем шығарған кезде көздеріңізді ашыңыздар. Дем шығарған кезде жаңағы негативтің бәрін ана деммен шығып кеткенде елес сезініңіздер. Жылағыңыз келді ме, ұстамаңыз, жылаңыз. Кімде қандай сезім келіп жатыр? Біреу жөтелгісі келді, біреулер жаңағы құсқысы келіп жібереді. Әркімде әртүрлі сезім келеді. Ұстамаңыздар, шығарыңыздар соны. Ол негатив сонымен шығады. Біреу жылағысы келді. Негатив сонымен шығады. Ол денемізде қалып қалған ғой. Соны шығару керек. Соны шығарғаннан кейін барып жеңілдік пайда болады. Уже денелеріңіз босайды. Кеуде, тамақ, асқазан босайды уже. Кім жасай алды, кімде жеңілдік пайда болды? Жылап қалдым дейді. Жақсы, күшті. Ұстамаңыздар өздеріңізді. Жылағыңыз келді ма? Түшкіргіңіз келді ма? Не бар? Жөтелгіңіз келді ма? Сезім кеп тұр ғой, соны шығарыңыздар болды. Кім жасай алды? Сол жақ иығым біраз босап қалған сияқты. Жақсы ғой. Сол жақ иығыңыз босап қалса, значит, сіз сол жақ әйел адам ғой, біреу жауапкершілік алып жүргенсіз ғой осы күнге дейін. Мүмкін өзіңізді, мүмкін анаңызды арқалап жүріңіз да соны. Сол оқиғада. Қазір соны жібергеннен кейін бар иығыңыз сәл босапты уже. Жоқ, сол жақ әйел адам. Жасаған кісілер бар ма тағы да? Вот жасаған кісілер қазір енді болашаққа байланысты жасаймыз. Құдай қаласа. Кімде жеңілдік пайда болды? Кімде босады ма? Кеуде, тамақ, асқазан. Жасай алған кісілерде ол жеңілдік пайда болу керек. Потому что қанша практикада бар ғой. Мен қалай білем босаған, білмей тұрмын дейді. Мен қалай білем? Егер жасасаңыз, сәл, білмеймін, қалай сезінеді? Жеңілдік болу керек қой сәл-сәл. Мысалы, тамақта, кеудеде, асқазанда, болмаса денеңізде тұншығып тұрмын дейді. Біраз жеңілдік қалды. Бетке массаж керек дейді. Бетке массаж жасап жүрмей Айгүл. Рахмет. Айнанайын. Вот қазір енді сол жеңілдеп қалған кісілерде не жасаймыз? Сол пустотаны толтырамыз, Құдай қаласа. И жасай алмаған кісілерде разница жоқ. Жасай алмаған кісілер тоже по-любому жасасаңыздар. Жылағым келді. Жылағыңыз келді ме? Жылаңыз. Сапар Күлхан. Ұстамаңыздар. Шынайы болыңыздар. Бізде сол ғой, біз маска киіп аламыз, ойбай ұят, ойбай қысылып жатыр, ойбай андай, ойбай мындай деп қойып сезімдерді шығармаймыз. Сезім шықпағаннан кейін бар ол бізде іште андай несе береді, жинала береді. Енді бетек, давайте. Енді болашаққа байланысты. Болашаққа байланысты жасайық. Тіркелмеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Бөліссеңіздер болатыны. Потому что қырғын адам қазір сонымен жүр ғой. Негативпен. Толып тұр ғой. Уже жан дүниеміз қарайып қалған, әбден қарайып қалған. Көре алмаймыз. Біреудің жетістігін көре алмаймыз. Қызғанамыз. Соның бәрі жан дүниеміздің қарайып кеткеннен. Неге мен босай алмадым? Мүмкін мен дұрыс жеткізе алмадым сізге. Ол нормально. Мәселе сізде емес, юзер.
жасай алмаған кісілер типа ойбай мен жасай алмадым, ойбай мен андай екем мындай екем деген нәрсе жоқ. Бәрі нормально. Просто біреуге өтеді, біреуге өтпейді. Ол да нормально. Мүмкін сіздің ойыңыз жинақ емес, мүмкін дұрыс сізге дұрыс жеткізе алмадым. Онлайн ма деймін, ойлаймын. Енді қараңыздар. Енді болашаққа байланысты жасайық. Қайтадан мұрындарыңызбен терең дем алыңыздар да. Дем шығарған кезде көздеріңізді жұмыңыздар. Мен де сіздермен бірге жасайын да. Сөйтіп, өздеріңізді 5 жылдан кейін өздеріңізді елестетіңіздер. Кімде не? Біреуде үй, біреуде машина, біреуде отбасы. Әркімде қандай мақсаты бар, арманы бар, сол нәрсе уже орындалып қойғандай, соны елестетіңіздер. Мысалы біреуде жұмысы, кәсібі. Біреуде, например, награждение, например, сіз жұмыс жасадыңыз, кәсіп жасадыңыз, сізді марапаттап жатыр. Жаңағыдай мыңдаған аудитория жинап жатсыз, өткізіп жатсыз, лекция деген секілді. Болмаса үйде там қонақ күтіп, ас, дастархан жайып қонақ күтіп жатсыз. Машинамен жүрсіз, шашу шашып жатыр деген сияқты. Вот сол максимально шынайы сол нәрсе орындалып қойғандай сезініңіздер. Біреу мысалы шетелде жүр. Оған ешқандай күмән жоқ, просто сол нәрседе жүрсіз просто болды. Соны сезінгеннен кейін бәрі мұрындарыңызды терең дем алыңыздар да. Дем шығарған кезде көздеріңізді ашыңыздар. Кім жасай алды? Не болып жатыр дейді. Күшті нәрсе болып жатыр жанына. Кешіп қалдыңыз. Жоқ. Кім жасай алды? Вот сол ойлаған нәрселеріңіз бар ғой, жаңа мақсаттарыңыз ше. Вот соған күмән болмасын, күмән. Соны елестеттіңіздер ма? Болды. Құдай қаласа ол нәрсе келеді. Қалай келеді, қашан келеді, маңызды емес. Ол келеді түбі. Просто сіз оған сенсеңіз, және соған қарай әрекет жасасаңыз болды. Біз миымызбен неге нәрсеге сенеміз, Алла тағала сол нәрсені береді. Мысалы, сіз бір нәрсе қорқасыз, қолымнан келмейді деген нәрсеге сенесіз ба? Ол қолыңыздан келмейді. Сондай. Ми оңай. Ми не нәрсеге сенеді, сол нәрсе болады. Өмір бақи осылай қарызда жүре берем деген сенім тұрма сізде, болды, сонымен жүре бересіз, болды сондай. Осы ренішпен, осы мысалы мен жалғыз қалып қалғам деген сияқты, например, бойдақтар, қыздар, жігіттер, например. Соған сенім бар ма? Сол нәрсені тартамыз, болды. Жоқ, наоборот, керісінше. Жақсы нәрсені ойлайтын болсақ, например. Осы жақсы нәрсені ойлайсыз ба, сол нәрсені тартасыз. Біз энергияны қайқа бұрамыз, соны тартамыз. Солай жұмыс жасайды. Кім сезіне алды? Бұл жасаған нәрселеріміз әшейін 2-ақ пайыз ғой. Толықтай курста берілген уже бұл нәрсе бәрі. Бұл просто дегустация отыр, дегустация. Дәмін көру. Тамақтың дәмін көреміз ғой. Сол сияқты. Жұмысқа собеседование шақырды дейді. Энергиям жетпей қалды. Үйде жатып қалғаннан соң ба дейді. Ол да сәл әсер етеді. Енді қараңыздар, кім осы сезінді? Сезіндіңіз ба, мысалы, өткен шақтағы нәрселерді жібердіңіздер, сәл болашаққа байланысты тоже
жасадыңыздар, ана нәрсені тарттыңыздар. Енді вот кім өзгергісі келеді? Үш ақ адам керек. Үш ақ адам. 40 адам отыр ғой, например, 44 адам. Үш ақ адам ғана керек болады. Реально мен жасаймын, өзгергім келеді деген нәрсе. Потому что біз ең бірінші ниеттен басталады. Мысалы, мен де жүрдім ғой. 8 жыл бір жұмыста жұмыс жасап жүрдім, бірақ параллельно нәрсе істей бердім. Курстан курс оқи беретінмін. Ойбай. 5 миллиондай ақша кетті ғой. Курстан курс оқи беретінмін. Потому что оны білдім да, егер білгенде енді примерно елестесің ғой. Жаңа біз 5 жылды елестеттік қой. Сол нәрсе сияқты мен де елестеттім. Қазір мен осылай жүре берсем, ертең өкініш деген жестко болады дедім. Мен өзгеруге тырысып жүрмін 1 жылдан бері, нәтиже бар. Нәтиже болса жақсы, күшті, керемет. Просто тоқтамау керек болды, жасай беру керек. И просто әрекет емес, әрекетті біліммен ұштастыру керек. Сіз қанша уақытыңызды несіз, жоғалтпайсыз уже. Сол үшін бұл айтатым жаңа, бұл әшейін не жақтары? 2% ба? 2%. 100%-ің 2%. Бұл нәрсе толық курста берілген. Курста 10 видео сабақ тұр. Өте қолжетімді бағада. Қазір именно сезінген кісілердің несі? Нәтижелері. Сіздің маған терапияңызға. Ерсал, сізге көп рахмет. Сіздің терапияңыз. Өткенде өте қуаныштымын. Толқалып тұрмын. Өзімді жеңіл сезініп тұрмын. Мынау кеудемде қысып, демім алмай, демім тарылып тұрған мынау өкініш, реніш. Сонда құтылғанына мен өте ризамын. Рахмет сізге. Алла разы болсын сізге. Керемет болды. Бұл жағдайым енді. Қазіргі жағдайым небо и земля ғой. Күле бергім келеді. Керемет сезімдемін мен. Рахмет сізге көп. Білмеймін енді. Сізге рахметімді, қуанышымды қалай жеткізе алмай отырмын. Білмеймін. Сізге көп рахмет. Біз бұл 41 жастағы кісі ғой. Өмір бақияны сақтап жүре берді. Біз реніштерді сақтап жүре берді. Сол нәрсе біздің жолымыз жауып түседі. Мен сізден қорқыныш туралы курс алғам ғой. Содан кейін курсты сіз айтқандай қылдым. Мұны өлген жерге бара алмайтын едім да мен. Содан бардым, жақсы болды. Бір өлді десе ауырып қалатын едім. Осы курстан кейін жақсы болып, өзімді өзім ұстап, жеңілдеп қалдым ғой. Бұл кісі енді қорқынышқа байланысты курс алды енді. Сосын 3 адам дедім ғой, 3 адам нақты болды, мен жасаймын, өзгерем деген кісілер. Курс видео сабақтар Telegram форматта тұр. Доступ шексіз, любой уақытта көре бересіздер. И плюс подарок дедім ғой 10 адамға. 10 деп 3 адамға. 20 минуттық разбор тегін. Қазір алған кісілерге. Курстың бағасы негізі 15 мыңнан болған. Курстың бағасы 15 мыңнан болған. Қазір алған кісілерге скидкамен 5-ақ мың теңге. Ол жерде не бар курста? Одан сіздер қандай нәтиже аласыздар? Бірінші өткен шақтағы мәселеңізді жібересіздер. Сосын болашақтағы арман мақсат қалай тартамыз? Себебі 80% мәселе ойдан басталады. 20% ғана инструмент. Біз мысалы не ғой? Мүмкіндіктерді ой арқылы ғана тартамыз. Мысалы, не үшін сізге мүмкіндік кездеспей жатыр? Потому что біз оны байқамай жатырық. Сол үшін соны қалай тарту керек? Біз соған дайын болған кезімізде сол нәрсе келе бастайды бізге. Өзімнен айтамын оны. Өзімнен айтып отырмын. Ойдағы нәрсе, шектеулерді өзгертеміз ғой. Сол кезінде ана нәрсе келе бастайды. Өзгерту өте маңызды. Любой жетістікке жеткен кәсіпкерлерден сұрасаңыздар ше, болмаса әшейін сұхбаттарын тыңдасаңыздар, өзі қалай байып кеттің дейді, например.
сондай болып қалды дейді. Мысалы ана адам кездесіп қалды, мынамен бүйтіп танысып қалдым, мынамен жасай салды. Тәуекел жасай салды. Бірақ ол тәуекелге ол өзі сол мүмкіндіктерді көрді да. Мүмкіндіктерді көру үшін ол сіз дайындалып жатқан кезіңізде сол мүмкіндіктер келе бастайды. Мен дайынмын, мен курс аламын деген кісілер мына нөмірге жазыңыздар. Менде болмаса неде тұр, парақшада тұр, WhatsApp ше. Осы мына нөмірге жазыңыздар да, курс деп жазыңыздар болды. Эфирден кейін сіздерге не жіберемін. Оплата қалай жасау керек екен? 5 теңге, 5 мың теңге қазір әшейін тамаққа кетіп жатыр. Ойбай. Магазинге кіріп шығасыз, болды, кетті. Ол туалетке кетті. Бұл білімдер өмір бақи сіздер миыңызда қалады. Құдай қаласа бұның несін көресіздер, нәтижесін көресіздер әлі. Жеңілденген кезде ше. Ашылып жақсы болып қаламыз ба, курсқа қатыссақ, иә. Видео сабақтар босатасыздар ғой, негативтің бәрін босатасыздар. Түсінесіздер, не үшін ол жағдайды жібермей жүрсіздер. Вот қазір жазып жатыр кісілер. Так, 3 адам дедім ғой, курс деп жазыңыздар. Бірақ орын қалды. Қазір жазыңыздар, кім қазір тіркеледі, плюс 20 минуттық разбор тегін. Ашылып жақсы болып қаласыздар, жеңілдеп қаласыздар, Құдай қаласа. Мына жазыңыздар, мына нөмерге жазыңыздар. Бірақ орын қалды уже. Эфирден кейін сіздерге не жіберем? Счет жіберем. Бұяққа комментария курс деп жазбай қойыңыздар. Уже тем более жыл аяқталып жатыр. Нәтиже шығару керек. Мынау өткен шақ деген нәрсе былай ғой, өткен шақты осы өтіп бара жатқан жылға тастап кету керек та негізі. Сондай ниетпен істеу керек. Біздің бәріміз негізі ниетке байланысты ғой. Неге біз бір нәрсені бастамаймыз? Неге біз жаңағыдай созылып сағыз сияқты жүре береміз? Келесі ертеңден бастаймын ғой, келесі жылдан бастаймын ғой, потому что элементарно ниет қоймаймыз. Вот сол ниетімізге байланысты Құдай беріп жатыр бізге. Просто ниет қойыңыздаршы, Құдай қаласа, я Раббым, осы курс арқылы маған жеңілдік нәсіп ете көр. Осы курс арқылы Құдай қаласа жолымды аша көр. Жолыңызды ешкім ашпайды сізді. Жаңағы нелерді ше. Көріпкелдер, палшылар жолдарыңызды ашып бермейді олар. Біз өзіміздің жолымызды өзіміз ашамыз. Вот қазір WhatsAppқа жазып жатқан кісілер қазір күте тұрыңыздар. Эфирден кейін жазамыз сіздерге. Просто эфирге неге WhatsAppқа жазып қойыңыздар. Курс деп болды. Бірақ орын қалды. Қазір алған кісілерге не болады? 20 минутқа разбор тегін. Негізі жұрттар соған бола алады екен ғой. Өткенде курсты не істемен, просто разборға бола алдым деп қойды. Сосын өзгеріс қалайсыздар ма? Табыстан, денсаулықтан, қарым-қатынастан өзгелеріміз келе ма? Өзімізден бастаймыз. Басқа вариант жоқ. Маңызды емес. Кімсіз, әйелсіз, еркексіз. Қазір еркектер де уже өзгеріп жатыр, шүкір. Негізі еркектердің мойындауы, жаңағыдай нелі, өзімен жұмыс жасау қиындау да. Эго жүрмейді, просто нәпсі жүрмейді. Әйел адамдарда эмоцияға жақын болған, сосын рухани тұрғыда әйел адамдар тезірек не істейді. Өзгеріске дайын тұрады. Содан кейін жалпы мойындайтын адаммен жұмыс жасау оңай. Сосын ниет, барлық нәрсе ниеттен басталады. Менде мысалы эфирге кіретін кезде, я Раббым, адамдарға пайдалы болуды нәсіп ет. Пайдалы болу арқылы табыс табуды нәсіп ет. Потому что түбі біз табыс табу, дұрыс па? Онда ешқандай басқа жақтан мысалы өкімет ақша бермейді. Сол алған білімдерді өзімнен қолданғаннан кейін барып бөлісу. Сондай да, алған білімдердің бәрін өзімнен қолдандым, өзімнен өткіздім. Өзінен өткізгеннен кейін барып сіздермен бөлісіп жатырмын да уже. Құдай қаласа ол нәтиже жетесіздер. Мына жүректен жүрекке жету. Кім сезініп жатыр, например? Мысалы реніш, кінәлі сезім, қорқыныш, сенімсіздік.
ата анаға реніш, например. Оның бәрі менде болған. Мен әкемді қабылдай алмай тұрмын, например. Анаммен нормально шығар деп ойлап жүрсем, оказывается, анаммен де бар екен. Мөлдір қорқыныш жоқ, қорқынышыңызды айтпайсыз. Біз қазір именно неге байланысты? Курс өткен шаққа байланысты, болашаққа байланысты, және қазіргі сәтте не істеу керек? Біз уже 2 практика жасап тастадық. Осы эфирдің барысында жеңілдеген кісілер уже баршылық көшеді. Болашаққа барып келдік. Болашақтағы мүмкіндіктер тартып келдік. Біз неміз ғой? Біз магнитпіз ғой, короче. Біз магнитпіз. Қалай ойлаймыз, сол нәрсені тартамыз. Неден қорқамыз, соны тартамыз. Солай жұмыс жасайды болды. Жақсы нәрсені ойлаймыз ба, біреу туралы да жақсы нәрсе ойлаймыз ба, сол нәрсені тартамыз. Біреу туралы да жаман. Мысалы, қазір көп қой анау кинодағы жүрген Айгүл жаңа күйеуі бір нәрсені істеген, тағы не бір оқиғалар көп болып жатыр ғой. Осы жерге мысалы комментарий жазасыз ба сіз? Жаңағыдай ойбай мынау ұятсыз, бетсіз, андай абьюзер тағысын тағы деп ше, болды. Сол моментте тәубе жасамасаңыз, сол нәрсені тартамыз уже болды. Сол үшін мына ауызға ие өте маңызды. Қазір болып жатқан проблемалар, ойламаңыздар. Құдай мен жазалап жатыр, жоқ олаймыз. Қазіргі мүмкіндіктер ол баяғыда сұраған нәрсеміз. Бұрында сұраған нәрсеміз. Қазіргі проблемалар тоже сұрағанымыз ғой. Эмоциямен жаңа біреуді өсектеп қоямыз, біреуді жамандап қоямыз. Оның қарымтасы бар ғой. Ответкасы болады оның по-любому. И ол бір нәрсемен келеді. Бізге ұнамайтын нәрсемен келеді, обязательно. Қарым-қатынаспен, ақшамен, денсаулықпен. Асына осы 3 нәрсемен келеді көбінесе. Енді порядкілерін айтатын болсақ, сразу нақтырақ, ол ең бірінші ақшамен келеді, көп жағдайда. Ол ең жеңілдеуі. Сосын қарым-қатынаспен келеді. Егер мына жерде мысалы ақшаға байланысты біз түсінбесек, ол сабақты қарым-қатынаспен келеді. Қарым-қатынаста да біз сабақ алмасақ, уже денсаулықпен келеді. Осы порядокпен келеді негізі. Әр нәрсенің заңдылығы бар, мысалы жасылға, светофорда жасылға жүретін болсақ, біздің жолымыз, біз жүре бастаймыз. Қызыл жанды ма, біз тоқтауымыз керек. Тоқтамай кетіп қалатын болсақ, біреу соғып кетуі мүмкін. Үйленіп ажырасқам. Үнемі страхпен жүремін, өліп қалам ба, ауырып қалам ба деп неше түрлі ойлар шаршатты дейді. Вот Алина, сіз либо курс, либо терапия. Именно қорқынышқа байланысты өтсеңіз болады. Жаңағы адамдардың жазылып жатқан несі, ол жаңа дем деген курс қой, жаңа дем. Өткен шақтағы реніш, өкініш, кінәлі сезімдерді кетіру және болашақтағы мүмкіндіктерді тарту. Сізге именно Алина, кімде қорқыныш бар, кімде үрей бар, соған байланысты не алсаңыз болады, курсты алсаңыз болады. Ол қорқыныш үрейге арналған курс. Оның да бағасы 5000 эфирдің барысында. Егер тіркелетін болсаңыз, плюс 20 минуттық разбор тегін. Ол үшін номерге жазыңыз. Сәлеметсіз, Акмахан, қалайсыз? Тіркелмеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Сол үшін солай. Барлық нәрсе өз-өзімізді жасаймыз, өз-өзімізді жасап аламыз, короче. Проблеманы да, жетістікті де. Мысалы жаңа кім мен өз-өзімді іздеп жүрмін деген кісі ше. Мен де бұрында сөйтіп өз-өзімді іздейтін тұғым. Оказывается, өз-өзімізді іздемейді екенбіз. Өз-өзімізді жасайды екенбіз. Просто әр адамның өзінің бір несі болады, икемі болады бір нәрсеге ше. Сол оны анықтау, сіз мысалы не нәрсе ұнайды, просто соны жасайсыз. Соны жасағаннан кейін барып уже Құдай қаласа соны кәсіпке айналдырасыз. Нейрон рафинированная сызып жүрмін дейді. Нейрон дейді. Сондай. Сол үшін барлық нәрсе 80% ол мышление ғой.
реально. Мен өзім таба алмай, жасай алмай да жүрмін. Сізге просто сондай адам жетіспей жатыр ғой. Мысалы, мен де өз өзім жасай алмайтын едім. Алланың қалауымен. Ең бірінші әуелі Алла ғой. Екінші ұстаздар ғой, ұстаздар. Алла тағала бізді қалай өзгерткісі келеді? Біреу арқылы. Біз өз өзімізді таба алмаймыз. Біз өз өзімізді жасау қиындау. Мысалы, спортсмендер чемпион мира бола ма, егер тренер болмаса? Дәл сол секілді. Бұл эфирдің өзінде Алла тағала жайдан жай кездестіріп тұрған жоқ та. Не сұрап жүрсіз, соған байланысты беріп отыр ғой просто. Сізде просто таңдау өзіңізде да. Мен өз өзіммен өзім сөйлеймін, это нормально дейді. Өз өзіммен сөйлеу, өз өзіңе сұрақ қою. Курс 5-ақ мың теңге тұрады. Доступ шексіз, 10 видео сабақ. Сол үшін өз өзіңе отчет алу, өз өзіңе сұрақ қою, это нормально. Өз өзіңе сөйлесу это как өз өзіңе сөйлесу? Жақсыны ойлайсың дейді. Это уже ненормально. Мир. Это уже ненормально. Неге өйттің, неге битпедің, неғып бит. Это уже осуждение ғой, кінәлау ғой. Ол моментті просто стоп қою керек болды. Өз өзіңіз просто жеватсыз ғой. Это өз өзіңіз сөйлесу емес. Миргүл Бикеева. Чувство вины, я. Былай істеу керек еді, былай айту керек еді, неге өттің, неге бүйттің деген секілді нәрсе ше. Ол нәрсені терапиядан жіберуге болады. Бір терапия жеткілікті сізге. Көрдіңіз бе? Сол үшін Қырғызстаннансыз ба сіз? Қай? Бишкек, Ош. Екі кісі хабарласты, біреу Оштан, біреусі Бишкектен. Тоже терапияға. Прикольно. Қарақалпақстаннан хабарласады арасында. Сол үшін это ненормально уже. Это ненормально. Чувство вины. Өз өзіңізде прокурор болып кетесіз да, но адвокат болмайсыз. Ол адам көп адамда бар ол. Былай істеу керек еді, бүйтіп істеу керек еді деген секілді нәрсе. Сол үшін прокурор да болған жақсы, но бізде прокурор қатты басылып кетеді ішімізде ше. Адвокат жетіспей кетеді бізде. Отса прокурордың нелерін не істеп тастау керек кішкене. Шляпасын қайырып жіберу керек кішкене. Содан кейін барып адвокаттың күші сәл шыға бастайды. Оны терапиямен болады. Қазір мына номерге жазыңыз, тіркеліп алсаңыз болады. Миргүл. Просто чувство вины деген нәрсе, ол чувство винымен жүре беретін болсақ, кінәлі сезіммен, өз өзімізді проблемамен жазалаймыз. Өзімізді проблемамен жазалаймыз. Вот. Солай.
кішкентай кезімізде, например, біз бір косяк жасасақ, біз келіп ұрады ғой біреу. Өйтіп істеме, бүйтіп істеме деген секілді ше. Үлкейген кезде, есейген кезде бізде оны өйтіп ұратын адам жоқ. Содан кейін не болады? Содан кейін уже біз өзімізді проблемамен несеміз, ұрамыз, өз-өзімізді ше, жазалаймыз. Солай жұмыс жасайды. Сол үшін тіркелмеңіздер, тіркеліп алыңыздар. Курс бойынша, терапия бойынша номерге жаза беріңіздер. Солай сұрақтар бар ма тағы? Практически 1 сағат отыр екенбіз. Кімде қандай не жеңілдік, қандай сезім болып жатыр? Біреулерде возможно трансформация болып жатыр. Әркімде әртүрлі. Әшейін эфирдің барысында. Сұрақ болмаса, онда жұма қабыл болсын, дұға тілектеріміз қабыл болсын. Қайырлы білім нәсіп етсін. Мынау курсқа тіркелген кісілер, Алла Тағала қайырлы білім нәсіп етсін. Да, конечно, курение, алкоголизм, жаңағы не, лудомания, бәрі психология ғой. Адам не үшін шегеді? Ішіндегі проблема ғой, проблеманы шеше алмай жатыр. Не үшін ішеді адам? Просто естественно бола алмай жатыр. Не үшін ойнап жатыр? Компьютердің ойындары или ставкалар. Там ему комфортнее, чем здесь. Анақта өзін еркін сезінеді ол. Онлайн пространствода ол өзін күшті сезінеді. Оны ояқта түсінетін адамдар бар. Ал мына жақта кілең бәрі негатив, түсінбейді, ұрсады, қабылдамайды. Анақта ол еркін сезінеді. Содан кейін там люди забываются в курении, в алкоголе, хотят забыться. Олай жұмыс жасамайды. Сол үшін сондай жағдай. Жақсы, онда Құдай қаласа кездескенше. Ну, молодец, мөлдір. Адам өте комплексованный болу. Қалай еді? Себебі неден? Себебі. Комплексованный. Ну, барлық нәрсе отбасыдан басталады негізі. Жаңағыдай, сіз, например, ананы бүйтіп жүр. Мысалы, артық салмақ бар ма сізде? Алады да сізді жаңағыдай. Бар спортпен айналысшы, семіріп кеттің, чота, например, сондай сияқты нәрсе. Отбасыдан басталады негізі көбінесе. Комплекс. Енді ол деген нәрсе, типа это солай қала ма? Жоқ, олар қалмайды. Оны өзгертуге болады, оны жіберуге болады. Терапия арқылы болады оны жіберуге. Самооценканы көтеру керек, самоценності көтеру керек, іштегі. Бірақ ашық сөйлеспесе болмайды ғой. Но енді ашық сөйлесу керек, мөлдір, бірақ енді бетке баса берген қажет жоқ та, қайта. Қорқынышқа байланысты мына курс болмаса терапия өту керек болды. Ерке? Да.
Травмы с детства влияет на успех тоже. И жетістікке и жаңағы сәтсіздікке. Екеуіне де влиять етеді. Мысалы спортсмендер өліп тұрылып жұмыс жасайды, өліп тұрылып прям там пьедестал, там номер 1 қырылысады, төбелеседі. И жетіп алғаннан кейін резко жоқ болып кетеді. Не үшін? Потому что за счет ненің энергиясымен келді да, травманың энергиясымен келді да, все жетті, всем доказать еткеннен кейін барып все резко құлады. Вот ведь сол моментте сол детский травманы не істеп тұру керек. Уақытылы жібергенде уже ары қарай может дальше өсе берер еді да. Либо мынандай резкий падение болмайтын еді. Сосын ойлайды. Детский травма жетеді бәріміз. Сондай. Болдым да, жақсы, Құдай қаласа. Көріскенше. Рахмет сіздерге, рахмет. Курс алған кісілерге тоже қайырлы білім болсын. Құттықтаймын. Алла қайырлы білім, береке нәсіп етсін, Құдай қаласа. Сондай. Курс алмаған кісілер тоже рахмет сіздерге. Әшейін просто дамып жатқандарыңыз үшін. Просто дамып жатқандарыңыз үшін. Оның өзі жетістік. Таң атпай бір сағат мынаның әңгімесін тыңдау, например, ше. Екінің бірі ми деген қарсыласады да оған, ше. Ми қаламайды ондай нәрсені, жетістікті қаламайды, өзгерісті қаламайды. Но сонда да мен өзгергім келеді, мен ішімдегі нәрсені шешкім келеді деген нәрсенің өзі тоже жетістік. Сол үшін өздеріңізді мақтап қойыңыздар. И сонымен тоқтап қалмаңыздар. Сол моментті надо зафиксировать, күшті, молодцы, и дальше өсе беру керек. Рахмет, давайте, аман болыңыздар.